Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз дайындалатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керегі айранға тұз саламыз және 2 ас қасық қантымызды салып, нан содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқамен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. 5-10 минутқа массамызды қалдырамыз. Сол кезде біздің массамыз осылай әдемі болып көтерілетін болады. Осылай көтерілгеннен соң барып, ұнымыздың барлығын салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз осындай қолға жабысып тұратын қамыр болып шығады. Енді бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. 10 минуттан соң қамырымыз кішкене көтеріледі, осылай қатты көтерілмейді. Енді осы қамырды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді бір бөлігін жұқалау етіп оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған қамырды осылай стаканның көмегімен дөңгелек формаларға келтіріп шығамыз. Дайын болған бауырсақтарымызды бірден майға салып пісірмейміз. Кішкене 5-10 минутқа қалдырсақ, біздің бауырсағымыз өте керемет көтеріліп пісіп шығатын болады. Енді қатты қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, орташа отта пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтарымыз пісіп шықты. Енді осы бауырсақтарды пісіп шыққаннан соң міндетті түрде қағаз салфеткасына төсеп, майын біраз сорғытып алыңыздар. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын, өте жүп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Тез дайын болады, әрі уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Кез келген дастарханның көркі. Сіздермен болғанмен Мұратова Жұмагүл. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.